Сәлем достар, бүгін бізде кезекті видео, бүгін бізде жаңа айдар, жаңа рубрика. Бұл айдарда біз танымал адамдарға задание беріп, оларға 100 000 теңге беретін боламыз. Неге мен роднойлар деп бастағанды білетін шығарсыздар. Бүгін бізде қонақта Қадырбаев Жансерік. Ал барлықтарыңызға сәлем. Міне, Тараз бұл ең мықты школасы бар қала футболда. Сондықтан да бүгін жігіттердің 100 000 теңгесін толықтай алып кетуге тырысамын. Қош келдің. Бүгін сенде 100 000 теңге алуға мүмкіндік бар. Өзің шын мықты екенін дәлелдеп берсең ол. Неге тапсырмалар қиын деп бізден сұрамаңыздар, себебі Жансерік Тараз футбол клубының шәкіртісің ғой, Жоқ, қатты. Бүгін тапсырмалар оңай, орташа және қиынға үшке бөлінеді. Оңайында 10 000 теңге ала алады, екіншісінде 30 000, одан кейін 60 000 теңге алып кете алады Жансерік. Ендеше Жансерік саған сәттілік болсын. Ендеше бастайық. Рахмет. Қазір пенальти соғатын болсаң 11 метрге 1000 теңге алып кетесің. Ендеше саған сәттілік. Ой-ой-ой, на опыте. Косарик есть, можно поесть. Изи ғой. Easy, real talk. Көргендеріңізде Жансерік пенальти соқты, 1000 теңгесін алды, енді кроссбар жасаса 2000 теңге алатын болады. Кроссбар деген? Перекладина. Ничего, брат, сенде әлі шанс бар, одан да көп ақша алуға. Нормально. Барлығымыз білетіндей, Тараз футбол клубының школасы өте мықты. Енді сендей Тараздың жігітіне 30 рет набивать етіп ештеңе емес шығады осың. 30 рет набивать етсең, саған 3000 теңге дайын. Мен Тараз деп. Мен негізі футболмен көп айналысқан жоқ, ұнайды. Біз дворда ғой, сол көрейін. Лучший! Ой, Жансерік келесіп деп 4000 теңге алып кетті уже. Менің қалтамнан ақшалар кетіп жатыр. 4000 теңге. Жаңа перекладынан тигізу керек. Тағы бір мүмкіндік бересің. No. Біз алаңның бұрыштама беретін бөлігінде бекер тұрған жоқпыз досым. Қазір сен угловойдан, нулевой углдан қақпаға тікелей гол соғуың керек. Ол 4000 теңгеге бағаланады. 2 мүмкіндік берейін саған. Досымсың ғой? 2 мүмкіндік. Бұрыштама добы. Бұл жерде. Ключевный жібер керек қой. Ала берші 4000 теңге. Енді біз орта деңгейдегі тапсырмаларға көшеміз. Қазір аспаннан допты тоқтату керек Жансерік. Ол тапсырманы мен 5000 теңгеге бағалап отырмын. Крученныйың сен сонда 4000 теңгеге бағалап, наны 5. Ол оңай емес ол. Айтқанға оңай болуы мүмкін. Көрейік. Ал көрейік, тамашалаймыз. Ой, Шерікке ба? не болды? Мүмкіндік бердік. Жоня, тоқтаттың. Құлай қарап тұрсаң, ағаш екеуің. Тағы бір мүмкіндік. Мүмкіндік берейік, бірақ бұны орындаса ақша бермейміз. Просто для Жоқ, бүйтесің. Жоқ, егер мен орындасам ақша бересің, мен орындамасам менен 1000 теңге алып аласың. А что, так можно было, что ли? Бұл енді оңай. Слишком жай болып орындарды есептейміз бе? Есептейтін болсақ комментарийға жазыңыздар, есептейміз ба, есептейміз. Ендігі кезекте сен живой стенкадан штрафной соғуың керек қақпашыға. Болды. Дайынбыз. Бұл да 5000 теңгеге бағаланады. Қалай дайынсыз қалай? Біз енді жай ойнап кету ғой, депсе. Көрейік. Негізі штрафной соғу деген оңай емес, оны қалай футболистердің өзі де оңайшылықпен жасамайды, бірақ та көрейік енді қолдан келгенше. Кеттік. Nope. Оңай қалды. Екіншісі бар енді. Екінші мүмкіндік. Арғы жеткай бар. Алдық қойған сол. На опыте.
Жігіттерің ашулы, дым. Братар, поддаваться етпеңіз. Өзі ағаш, ондай жоқ, брат, поддаваться ету деген. Срочно спонсор табу керек, тараздың жігіті бүкіл ақшам бар. Жәке, роднойлардың мықтылығына күмәнім жоқ шын жүректе. Бірақ бүгінгі видеода тағы бір дәлелдеп тастасыншы роднойлар. Осы видеоның астына 500 комментарий және 500-ден көп лайк жиналса, шын күшті болар еді. Ол енді жаңа бастап келе жатқан каналға поддержка ретінде жіберсеңіздер, роднойлар. Рахмет, роднойлар. Мықтысыздар. Бүгінгі челленджімізді біз басқа алаңда түсіріп жатырмыз. Осындай мүмкіндікті бізге берген Кивс футбол алаңының басшылығына алғысымызды білдіреміз. Инстаграмдары мына жерде. Алаң туралы толық ақпаратты описаниедағы ссылкадан білсеңіздер болады. Қиын тапсырмалар басталып жатыр, брат. Өзің де байқаған шығарсың. Ендігі тапсырма 10 000 теңгеге. Қазір сен живой девяткаға қақпадағы. Біздің бір балалар тұрады. Нұржігіт тұрасың ғой сен? Девяткаға. Нұржігіт қазір девятка болады. Соның ортасынан жансерік өткізу керек. Бірақ бұған бір-ақ мүмкіндік берейік. Ал Нұржігіт Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves. Не задание? Қай жерден болса да өзің білемін. өзің білесің. 90 болып бір мүмкіндік. Өзі айтып тұр, өзің білесің. Ондай жоқ. Йо-майо. Ондай жоқ еді ғой. Өзім сөзімді ұстап қалдым. Түсіріп үлгермей қалдың ба, Түсірдім. Болды. Мүмкіндік бердік, өзім сөзден ұсталған екен, бірақ өзім мүмкіндігін орындамай қалды. Келесі тапсырма. Жансыз досым, сен өміріңде былай ұшып көріп пе едің? Қай жаққа? Жалпы да енді ұшудың не екенін білесің бе? Ұшып көргенде енді. Самолетпен ұшты, тағы құдай сақтасын. Ендеше саған бір ұшудың тағы бір мүмкіндігін сыйлайық. Қазір допты 20 рет айналасында қақпашымен бірге бір шығатын болады. Оны да біз 10 000 теңгеге бағалап отырмыз. 1, 2, 3. Уже айланады. 17, 18, 19, 20. Кеттің. Жүр. 0. Арсен, как всегда. Жаңа вратарь табу керек, ал Жансерік Өзім қарауып кетті ғой. дым емес дейді ғой. Дым емес дейді ғой, қандай тапсырма берсең де. Қазір енді өте қиын тапсырма береді. Өте қиын тапсырма береді. Жансерік, сен акробатикаға қалайсың жалпы? Жоқпыз ғой, біз қатып қалғанбыз. Былай Златан сияқты тебу өнерің жоқ па? Маған айтқанда бізде қиын тапсырмалар, 20 000 теңгелік тапсырма. Жансерік через себя гол соғу керек. Оған мен 2 мүмкіндік берем. Алар бір Бауыржан Исламхан шақырғандай дейік. Бәрін көрсетіп отырсыңдар ғой, көрейген. Көрейген, тағы бір. Енді дейді, аяғын байқастырған жоқ, бірақ пайдет. 20 000 теңге минустың жасасып жатыр ғой. Голдың аты гол, оңай емес. Есептейміз ба, жігіттер? Есептейміз. Плюс 20 000 теңге Жансерікте. Ақшалар көп ғой. Я. Мұстафаның ақшасы. Жансерік досым, мен сені алаңның ортасына қарай шақырам. Келесі тапсырма алаңның ортасынан орындалатын болады. Алаңның ортасынан қақпаға гол соғуың керек, бірақ та жермен емес, әуелетіп басуың керек. Вратарь бола ма? Вратарьсыз. 2 мүмкіндігің болады. Сен сол біреуін соғуың керек. Бірақ жермен саналмайды. Штанга. 5 теңге. Нет. Ар жақта сәл қаттырақ көру керек екен, көреген. Ой. Ай. Жаман емес, бірінші 20 000 теңге. Ладно енді. Бірінші мүмкіндікте штангаға тигізу деген ол кім көрінген қолынан келе береді. Қойсай. Досым ғой, жақсы көремін. Қарап отырсақ, уже челлендждің соңына да келіп жеткен екенбіз, брат. Соңғы 20 000 теңге 2 қорғаушыны және қақпашыны алдап гол соғуың керек. Оңай шаруа емес. 3 адамды алдауың керек қой. Иә, оңай емес әрине. Бірақ сен қолыңнан келетініне мен сенемін, досым. Көрейген. Сәттілік. Ал маған 2 мүмкіндік беріп отыр, көрейген. Сонда кеттік. Еттің.
жаңағы өтірік болып кетті, өтірік ауны өткіз деп қояды ма? Бірақ қорғаушыны қалдырамыз деп шештік. Ендеше концерттің соңғы мүмкіндігі және бір қорғаушы Нұрмахатқа қарсы шығады. Ладно, 20 мың теңге садақасын берге дегенсің ғой. Достар, Жансерік 100 мың теңгеден 44 мың теңге ұтып алған екенсің. Міне шын мәнінде өзінің футбол адам екенін дәлелдеп тастады біздің алдымызда. Енді 44 деген енді жігіттер енді қазір күтпеген жағдай болатын шығар дегенсің ғой. Жігіттер енді YouTube жобаны енді бастап жатыр. Жалпы YouTube деген оңай нәрсе емес, өте көп вложение керек. Сондықтан да осы ақшаны ең бірінші жалпы выпускқа қолдау ретінде енді қонақ болып келіп отырмын ғой. Қазір шүкір енді бізде былай бар енді ақша. Сондықтан да бұларға керегірек сияқты. Қазақстандағы YouTube-ты дамыта беріңдер жігіттер. Енді таза роднойлардың атынан деп осы ақшаны сіздерге қалдырайын. Friends will be friends when you're in need of love to give you care and attention. Friends will be Байлар жақсы. Рахмет брат, атышы міне. Шын нағыз азамат, қарапайым досым міне. Шын Жансерік үшін жалпы лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше достар, видеоны тамашалағандарыңыз үшін шын рахмет. Біздің инстаграмдарға, Жансеріктің инстаграмына подписаться етіңіздер.